Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пендема. Достар, бүгін бізде өте керемет, көптеген оқырманның сұрауы бойынша тамаша контент. Ендеше біз бастаймыз. Ал сіздер экранның алдына жайғасып отырыңыздар, кеттік. Жалпы айтқанда достар, неге мұны оқырманды сұратыр деп отқан шығарсыздар? Өйткені мен Инстаграмда жүрген жердің барлығын историяға түсіріп, видеоға түсіріп жүрмін. Егер де сен мен Инстаграм білмейтін болсаңыздар, Мадияр Пендема не болса сілтемесі төменде кіріп жазылып кетсең болады. Сен де не істеп жүргенін барлығын алдын ала біліп отыратын болсын. Соған байланысты бір апта алдын мен историяға түсірген болатын, өзім приоралармен сходкаға шығып, влог түсіріп жатырмын деп. Ал бірақ оны мен ютубқа енді салып отырмын. Кейбір менің оқырмандарым Инстаграмнан алдын ала біліп қойған шығар, ал соның толық версиясын ютубқа сұрап жатқандар бар. Ендеше қалай болды? Не болды? Қызық шығар? Біз бастаймыз. Тамашалап отырыңыздар, кеттік. Так, машинамыз жуып болдық. Қазір мына жерде мен машинамды жуып жатсам, тағы да приора келді. Танитын боласыздар бұл приораны. Легенда, просто легенда. Егер де кім деген менің машина алдым деген пранк атты видеоны көрген болсаңыздар, осы машинамен пранк жасаған болатын көп достарымды, яғни қыстың күні айдап жүрген приора ғой. Ал қазір өзімнің жеке приорам. Мадиярдың серый Волга строго 95-пен жүреді, сондықтан да 95 қиямыз. Қайсынан қойыласың? 95 ба? 95, иә. Ал приораның сходствосына бара жатырмыз. Наның ішіне әдемлеп, сүртіп, жуып, тазалап алдық. Жиналатын орынға келдік. Пока что бір-ақ приора тұр. Қазір келетін шығар тағы да. Пока что өзіміздің серый Волк и тағы да приора. Ал қалғандарын қазір күтетін боламыз. Мен нормально жиналатын жер бүгін. Достар, в общем, короче, жиналдық. Пока что 7 көлік. Қалғандар қазір қалған шетіне жиналды. Конка, Понка, BMW дейсің, қандай марканың барлық қалған шетіне болады. Ал бізде қазір сборда қандай машина тұр? Көп шығыңыздар. В общем, өздеріңіз байқағандай 3 ақ машина, 2 қара, 2 сұр. Енді ар жақта қазір қандай машиналар бар? Қандай цветтер бар екен?
Короче, келдік. В общем, мінекей қазір басқа машина жасадық. Так, Мустангпен байқа кетті. Давай! Ама? Короче, 034 Red BMW пятерка Астанадағы нөмір 1 BMW ма? BMW нөмір 1. Көрейік. Лехамен жасқаны. Жыртқан ғой, Лехан ұйықтайды ғой, брат. 3-5 пен о? 3-5 қой, я. Даже Леха алдында тұр. Фора бер. Subaru мен Subaru. Не деген майдың түтіні ма? Так, мына Мустанг қайттан келді. Нөмірді араңыздар. Лупариктің нөмір нағыз мен алатын нөмір. 667 Чимкент. Бұндай нәрсені тек кинода көрсек, брат. Өмірде көріп отырсың ғой, брат. Өмірде де болады екен ғой десең. Американский машина андай. Мына қызыл BMW-да қоймайды екен, қашан қандай? Қоймайды, я. Бой BMW-сын тұрады. Мынаны қараған кезде ше, қызықтығы сонша сөйлегінде келмейді ғой мына жерде. Қарап тұрған өз кайфик. Бәрі BMW ғой, шо, брат. Почти. Так, біздің клубтан Приора мен Девятка. Тағы Приора. Приора алды. Приора жеңді осы. Родной, короче, қара. Баз былай тұрсын, родной. Жени шоғамен читернашка. Көресіздер ма? Баз, мынадан кейін читернашка айдамай-ақ. Мынадан кейін читернашка айдамай-ақ қой. Соперник деп жатыр. Что-то өзіне соперник деп жатыр қызыл машина. Короче, екі мерс жасын. Давай! Арқасынан троның шпарым. Бізде, короче, кетуіміз керек срочно. Мен, полицейскийлар келе жатыр. Машина жоқ па? Машина жоқ. Полицейскийлар келе жатыр, сондықтан да срочно кетуіміз керек. Достар, бұл адреналин! Достар, адреналин көргісі келіп жатыр ғой, адреналин. Көрейік та біздер бағымызсында ба? Қайта аяға ерексің барда елің тап қанша машина тұр мұнда жатта қарсай. Ал осымен достар, бүгінгі біздің кереметте қызықты сходка әрі гонка жарыс атты блогымыз аяқталды. Егер де сіздерге ұнағанымызды лайкты аямай басамыз, арнаға жазыламыз, комментарияға керемет пікірімізді қалдырамыз. Және де рэп жасап кетеміз. Олай болса, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.